Hay top var diye baydı oğlum. Çoğunlar diye var diye özgürgen yok. Ona birinci sorunda taktaptım 20 baymen. Argara 2. orun 11 8 baymen top. Ağam 9'da 3. orunda 17 baymen. Şu sorak ketdi. Ko'rsat sorak qoldi. Jaza bersеңдер. Так, өркениет bir қалыпта тұрмайды деген Зікір Қожаев ағамыздың өлеңінен бүгін үзінді кетеді. Мына қайттан бастап кетті. 20-дан кейін қайттан басталады ғой. Өркениет бір қалыпта тұрмайды. Біреулерге қазіргісі ыңғайлы, толғанбайды, өсер ұрпақ ел жайлы. Табиғаттың 4 мезгілі тәрізді, өркениет бір қалыпта тұрмайды. Жағаласып жалғасады жыл-жылға, сұрауы бар ағып жатқан судың да, құрғақ шөппен ауыз сүртсең жыртады. Ғылым керек, алға қарай жылжуға. Жүргеннен соң жұмыр жердің үстінде дін де керек, тіл де керек, дәстүр де. Қанша бақсы болғаныңмен әлде имам білмейсің ғой. Қонатын баққынге бірінен соң бірі шығар өрмелеп, күн беті де, ай беті де дөңгелетіп әкететін тірлікті. Ұрпақ керек, өркен деген ел керек. Не қыласың, қуып құрғақ елесті, әрекетсіз, келешегін көмескі, өз жолынан адаспаған жұрт қана бағындырар алуан биік белесті. Жеңіс, табыс келеді тек күреспен, ұмтылған бар, құр қалмайды үлестен, Құдайға да, адамға да жағады, заманның керуеніне ілескен. Олай емес, мен айтқанды істе деп, жүргендер көп, бірін-бірі тістелеп, теңестірер тәрбиемен. Мына нәрсе бізге қазір біріктір күш керек дейді. Тәрбиемен, теңестірер тәрбиемен не нәрсені деген сұрақ болды. Теңестірер тәрбиемен мына нәрсені бізге қазір біріктірер күш керек дейді. Олай емес, мен айтқанды істе деп, жүргендер көп, бірін-бірі тістелеп, теңестірер тәрбиемен мынаны бізге қазір біріктірер күш керек дейді. Мынаны деген сөзге қандай сөз жасалған? Тәрбиемен нені теңестірер күш керек? Неге сұрақ қойды?
Так, cevabını okuyup onlar. Olay емес. Men айтқанды істедік. Жүргендер көп бірін-бірі тістелеп, кеңестірер тәрбие мен ғылымды бізге қарап. Басқа түскен көз көрер. Кейін жақсылықтан үміт қыламыз. Басқа жағдай болмаса дайын тұрамыз деп. Шу. Самында отырасыңдар. Соңында бұл өмірде еш нәрсе гарантия жоқ, Абдуллаев азамат. Баяғыда бір Құдай қосқан екі көрші болыпты. Екеуі де бір ауылдан шыққан жас аралықтары да құралпылас замандастар екен. Балалар бір мектепке барып, үйдің алдында кішкентай аулада бірге ойнайтын көрінеді. Бірақ әлгі көршілердің біреуі баласына үнемі: "Балам, велосипедіңді ешкімге бермей өзің ойна. Олар бекерге сындырып тастайды. Балам, мынаны ешкім көрсетпей жеп ал. Балам, оларға есеп шығарып бермей шаршап қаласың" дейді екен. Түскі асыңды өзің же, қарның ашып қалады. Олар өздері алып жесін. Ойыншықтарын ешкімге берме, ертең таппай қаласың деп отырады екен. Ал екінші көршісі керісінде 7 жастағы ұлына үнемі: "Бала, мектепке тамақ сатып алсаң, қасындағы досыңа да бөліп бер. Кішкентай болса да жесін. Саған қарап қызығып қалмасын. Велосипедті кездестіріңдер, ол саған қарап тұрма, обал ғой. Қарап тұрама, обал ғой" депті. "Ойыншықтарыңды өзің ғана ойнай бермей, анда-санда қасындағыларға да беріп тұр. Түскі ас алар кезде достарың ақшасы жетпей қалса, сен бере сал" дейді екен. Сөйтіп не керек, әлгі екі көршінің балалар ер жетіп өз қолдары өз ауыздарына жететін жасқа келеді. Екеуі де оқу бітіріп, бір-бір әулетке еге болады, қызметке тұрады. "Балам, велосипедті кезектестіріңдер" деп үйреткен әкенің баласы айналасында сіңімді, туыс-туғанына қайырымы мол, жұғымды жігіт болады. Әріптестері ел кезектігі, мәрттігі, кішіпейілдігі үшін сыйлайды. Ал әлгі "Балам, ешкімге көрсетпей жеп ал" деп тәрбиелеген әкенің баласы қара басының қамын күйттегіш, ешкімге пайдасы жоқ, сараң, әр нәрсеге сыңғыс күйгелек болып өседі. Яғни біз бұл мысалдан нені аңғарамыз? Бала біздің мынандай нәрсеміз. Біреудің бүгінгі бейнесі кешегі үйіндегі тәрбиенің жемісі. Біз қоғамды өзіміз жасаймыз. Сондықтан болашағының баянды болуын қалаған ел ұрпағының ұлағатты болуын мүдделі болуы керек дейді. Бала біздің неміз деген сұраққа жауап беріңіз. Мынандай нәрсеміз екен дейді. Basında var. Yemis деген bak cevabı. Ya bala deydi. Bizden deydi.
Bizden aynamız sınavına da 2 upay. B sınavına 1 upay. Was jetzt bin? Dayımızdan. Kettik onda. 7 pana da var. Akıllı adamın ömürde 7 panası var. Birincisi bas pana жақсы болса, басыңа пана болады. Сүйгенің жақсы болса, үйіңе пана болады. Ағайын жақсы болса, көңілге пана болады. Ұлың жақсы болса, болашағыңа пана болады. Дана жақсы болса, елге пана болады. Хан жақсы болса, халыққа пана болады деген екен. Бала ашса, кім кінәлі деп сұрайды қария. Ата бала ашса, ана кінәлі деп жігіт. Жоқ балам. Бала ашса, анаға қарайды. Ана ашса, әкеге қарайды. Ал әке ашса, кім көрінгенге қарайды. Есінде болсын. Ақылды әке ананың қамын ойлайды. Қамы тоқ, баланың қайғысы жоқ. Әкесі жоқ, баланың қайғысы көп. Ақымақ әке өз баласының келешегін ойламайды. Әке жақсы болса, ананың көңілі өседі. Баланың ойы мен бойы қатар өседі. Өмірде бала ашса, әке кінәлі. Баланы асырау әкеге парыз. Ашыққанға ақыл айтпа, қорыққанға қатты айтпа деген екен. Алдау ақымақтың ісіне депті қария тағы жігіттің зердесін сынады. Ата ақымақ тоқса алдайды депті жігіт жауап берді. Дұрыс балам, ақымақтың алдауы көп, жақсылығы жоқ. Есінде болсын балам, өмірде ақымақ ұл ата-анасын алдайды. Жетесіз шәкірт ұстазын алдайды. Мынандай жан ағайын алдайды. Сыйласпаған ағайын бір-бірін алдайды. Әкім алдаса ел тарығады, хан алдаса халық қайғырады. Ақылың болса ата-анаңды алдама, жауыңды қолдама, дос алдаса өкінесің, жау алдаса егілесің деп сөзін сабақтаған екен қарт. Яғни жетесіз шәкірт ұстазын алдайды. Мынандай жан ағайын алдайды дейді. Бұл жерде сіз деген жұмбақпен бітеді. Жетесіз деген сияқты. Осындай жан ағайын алдайды. Басынан оқылмайды, уақыт
Дұрыс балам, ақымақтың алдауы көп жақсылығы жоқ, есінде болсын. Балам өмірде ақымақ ол ата-анасын алдайды, жетекші шәкірт ұстазын алдайды, мейірімсіз жан ағайынды алдайды. Больше 26 ұпай, 10. Проблема. Мен сені түсіріп жатқан жоқ. Бір тұр алдын деп айтты. Налардан сұрасай деймін. Анау, короче, информатиканың бар, Соңғы сұрақ. Жалпы брейдинг тарихында бір тур алдын қараған кезде бір сұрақ алдым. 10-шы аны чемпион деп құттықтауға бола береді. Тағдыр солай болды, не істеймін? Деңгесіз тұлғаның шарапаты енді қаншалықты сендерге жүректеріңе тыныш сыйламайтынын білмеймін енді оңылдерге растайды. Енді осыны сіңіріп алсам жақсы болады. Уақыт озған сайын пайғамбардың жүректерінің шипасы деген сипаты анық байқала береді. Қатыгез қоғамда көңілдер қайғы мен мұңға толған талай міскіннің жанын жегідей жеген сан түрлі рухани сырқатына шипа таппай, мүгәрәкті алыстан іздеп келетін. Олар онымен бір рет көріскен соң ақ жандары жадырап шыға беретін. Пайғамбардың сұхбатына шыққан соң өздерін бақытты адам сезінетін. Бір күні кеудесін қуаныш кернеген бір момын Расулға келіп: "Я Алланың елшісі, сізді бірнеше күн көрмесек, бізді қайғы басады. Ертеңгі күнімізді ойласақ, көңілді үрей билейді. Шын шаттанып, сіз сияқты тебіреніп өмір сүре алмаймыз. Жүрекке сіз салған сағынышта тезінен әсіреп, құлшылыққа да құлықсыз күйге түседі. Сізге келсек, бәрі де қайтадан баз баяғы қалпына түседі. Жаныңызда отырсақ, бейне бір бұлттың үстінде қалқып жүргендей бақытты күй кешеміз. Бұл дүниеде көңілді мұңға алдырмай, сіз сияқты шарт болып ғұмыр кешетін рухани күш қуат таба аламыз ба?" деп сұрады пайғамбардан. Сонда пайғамбар: "Әрине, ұлы Алла мені бұл дүниеге рахмет етіп жіберген бір себебі де сол. Мейірімді жаратушы иеміз маған жүректі рухани мерезді жойып, көңілге шаттықтың шуағын себуді өзі үйреткен. Құран кәрімде ғапылдың жүрегінде дерт бар деген. Егер ол енжарлық пен ғапылдықтан арылмаса, жүректегі сырқаты асқынған үстіне асқына береді. Жүректің ішін кеулеп кеткен арсыз сезімдер семіре түседі. Сондықтан ұлы Алла Құранда ақылды құлдарына жүректі емдейтін шипа бар деп ескертті. Я Расулалла, ол шипа туралы бізге баяндасаңыз, оны кеудеге тоқып амал еткіміз келеді деді. Сонда бұл дүниенің қызығына жүрегі байланбаған пенде ілеуде біреу болады. Ондайлар жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығады. Пенде фақыр бұл пәнеге келген соң дүниенің бір ләззаты, рахатына міндетті түрде шырмалады. Біреуге сұлу әйел арман болады. Енді біреу зәулім сарайды тұрғысы келеді. Тағы бір маңырған мал айдап, соған масайрайды. Кейбіреулер мақтанға мас болып, өлгенше қолпашты қалап тұрады. Ғафыл адам баяны жоқ құмар қызықтарға балға батқан шыбындай бата береді. Осынша қаптаған халықтың арасында бір өжет кісі шығып, хақтың жолына тәуекел етсе, ол адамға ең бірінші көңілін қызық пен құмардан қорқу ләзім болмақ. Біліңдер, адамның ет жүрегі қаптаған бөлмелерге бөлінген. Оның әрбір ұясында баяны жоқ құмарлықтың бір ләззаты бұғып жатыр. Біреуіне тереңдеп түсіп кетсең, босануың күш болады. Ұйыққа сорғандай тартып әкетеді. Тіпті оның қызығы бүкіл өмірін ұрлап қор етуі мүмкін. Бір қызығы екінші мына нәрсені оятып жетектеп кете береді. Дүниеге деген құштарлық іштарлықты туғызбай қоймайды. Сол құжылаған